Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қысқа арнап өте дәмді тәбет ашатын салат дайындайтын боламыз. Салатымыз қою дәмді болып шығады. Негізі көп қыз-келіншектер бұл салатты жасайды. Дегенмен мен өзімнің жасалу жолымен бөліскелі жатырмын. Алдымен көкөністерімізді дайындап, жуып тазалап аламыз. Қызанағымызды дәл осылай кесіп аламыз. Үстіне қайнаған су құйып 5 минутқа жауып қоямыз. Сол кезде қабығы оңай ашылатын болады. Қабығын алып жасаған жақсы. Видеода көрсетілгендей қабығын алып тастаймыз. Қыстың күні жегенде теріп тастап отырмас үшін. Одан кейін болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап аламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін. Қызанақтың үстіне саламыз. Одан кейін сарымсақты, яғни чеснокты осылай ірі етіп турап салатымыздың үстіне саламыз. Бір бас пиязды турап, оны да салатқа қосатын боламыз. Сәбізді өз қалауларыңыз бойынша турап салуға болады. Мен осылай турап салдым. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне бір ас қасық тұз, бір ас қасық бұрыш және ірі қара бұрыш саламыз. Төрт ас қасық сұйық май құямыз. Үстіне лавр жапырағын қосып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде соғы шығып, өте дәмді болады. Содан кейін банкаларымызды жақсылап жуып, мантоваркаға 7-8 минут булап аламыз. Буланған банкаларымызға салаттарымызды салып шығамыз. Түбінде соғы болады, оны да құйып шықтым. Бұл салаттың ерекшелігі, біз оны майға қуырмаймыз. Сіздерге де осы әдіспен, осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Әр үй бикесінің салат жасау әдісі әр түрлі. Сіздер қандай әдіспен жасайтындарыңызды комментарийге жазып, бөлісіп отырсаңыздар болады. Енді банкаларымызды мантоваркаға салып, қақпағын осылай етіп жауып, 40 минуттай қайнатып аламыз. Дайын болған салаттарымыздың үстіне бір ас қасық уксус құямыз. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Менде бұрандалы қақпақ болғандықтан осылай бұрап шықтым. Міне біздің салатымыз дайын, өте дәмді, қыста таптырмас салат болып шығады. Еңбектеніп жапқан қыстық салатымыз сіздерге ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.